Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып Астана қаласы Әділет департаментінің 2025 жылдағы заң қызметтерін көрсету саласындағы атқарылған жұмыстарының қорытындылары туралы. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Бейсен Бақытжан Смайылұлы, Астана қаласы Әділет департаментінің басшысының орынбасары. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию об итогах проделанной работы в сфере оказания юридических услуг Департамента юстиции города Астаны за 2025 год. Хочу напомнить зрителям, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире нашему спикеру, а также оставлять свои вопросы на наших аккаунтах в социальной сети. Ендеше бастаймыз. Құрметті Бақытжан Смайылұлы, қош келдіңіз, сөз кезек өзіңізде, мархабат. Рахмет, қайырлы күн елорда тұрғындары мен қонақтары. Қазақстан Республикасы әділет органдары, оның ішінде Астана қаласы әділет департаментімен 2025 жылы атқарылған жұмысты сіздерге паш етуді жөн санап отырмын. Оның ішінде халыққа құқықтық қызмет көрсету саласы бойынша тоқталғанды жөн санап отырмын. Яғни 25 жылда осы әділет органдарымен нотариат, адвокаттық қызмет, заң консультанттары тарапынан халыққа көрсетілген қызметтер, сонымен қатар әділет департаментімен жеткен көрсеткіштерді назарларыңызға жеткіземін. Ең алдымен осы Қазақстан Республикасы әділет органдары туралы заңның 18 бабында айқындалғандай, әділет органдары, адвокаттар, заң консультанттары, нотариус, сонымен қатар жеке сот орындаушылардың қызметіне құқықтық, яғни баға береді. Сол бағытқа, яғни тексеріс жүргізіп, олардың жұмыс қорытындылары бойынша, яғни арыз иелеріне үнемі өздерінің ақпараттарын беріп отырады. Сол себептен ең алғашқы баяндайтын бұл осы 25 жылы нотариаттық қызметпен атқарылған жұмыстарды жөн санап отырмын. Бұл яғни Астана қаласы бойынша бүгінгі күнге 892 нотариус өз қызметін жүзеге асырады. Бұл нотариус туралы тоқталған жөн санап отырған себебі халықтың әрқайсысы бұл нотариалдық қызметке бүгінгі күнге жүгінеді. Сол себептен біраз ол бағыт бойынша сұрақтар туындайды. 25 жылы жыл қорытындысы бойынша департаментпен, яғни 892 нотариустың ішінде 57-сіне қатысты, яғни тексеріс жүргізіліп, оның қорытындысы бойынша 57 лицензиясының қолданысын тоқтата тұру туралы ұсыныс енгізілген болатын. Оның ішінде, яғни 40 өз қалауы бойынша тоқтатылған болса, нотариустардың қызметі, 13-і департаменттің ұсынысы бойынша, 4-і Астана қаласы нотариаттық палатасының ұсынысы бойынша тоқтатылған болатын. Сонымен қатар осы нотариаттық іс-әрекеттер нотариустардың тарапынан тексеріс жүргізу барысында, яғни 18 нотариусқа қатысты 214-ші Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексімен 214-ші бабы бойынша 18 нотариусқа қатысты әкімшілік протокол түзілді. Ол бойынша, яғни 214-ші бапты тоқталатын болсақ, бұл жерде, яғни қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып жою қарулар туралы қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңында көрсетілгендей, яғни кез келген нотариаттық іс-әрекет жасар барысында 50 миллион сомадан асатын келісім шарттар бойынша кез келген нотариус, яғни қаржылық мониторинг агенттігіне хабарлауы тиіс. Бұл жерде, яғни тексеріс барысында осы 18 нотариус тарапынан қаржылық мониторинг ұйымына, яғни аталған 50 миллионнан асатын келісімдерді жолдамағандығы анықталды. Сонымен қатар жоспардан тыс тексерулер нәтижелері бойынша 23 нотариусқа тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 14-і ескерту түрінде, 5-еуі лицензия қолданысы тоқтатылды, 3-еуі сөгіс түрінде, 1-еуі қатаң сөгіс және 4 нотариусқа қатысты талап арыз сотқа жолданды. Оның ішінде, яғни 1-еуі бүгінгі күні лицензиясынан айырылған болса, 3-еуіне қатысты бүгінгі таңда сотта лицензиясынан айыру сұрағы қаралуда. Сонымен қатар адвокаттардың қызметіне жүгінетін болсақ, яғни елордамызда бүгінгі күнге 857 нотариусымыз бар. Есепті кезеңде, яғни 7 адвокатта тәртіптік жауапкершілікке тартылған болса, оның ішінде 4-еуі ескерту түрінде,
үшеуі сөгіс түрінде. Әртүрлі негіздер бойынша тоқтатылған, яғни нотариустардың лицензиясы біреу, 48 нотариусты қызметімен айналысу лицензиясы өз еркі бойынша тоқтатылып отыр. Бұл жерде енді тағы да халық арасында сұрауы мүмкін, нотариусқа департамент тарапынан қандай шара қолданылуы мүмкін деген. Бұл жерде нотариустың, адвокаттардың қызметіне жүгінген халық арасында бізге де жиі арыз шағымдар келіп тұрады. Ол яғни адвокат тарапынан өзіне жүктелген заң көмегін көрсету барысында тиесілі дәрежеде орындамаған, болмаса былай айтқанда құқықтық түбегейлі шешім қабылданбай, яғни жарты жолда өз іс-әрекетін ойына аяғына дейін жеткізбеу фактілері бойынша. Сол фактілер сонымен қатар сотқа, оның ішінде судьяға, яғни құрметсіздік таныту фактілері бойынша, яғни жеке қаулылар департаментке келеді. Сол бойынша яғни тәртіптік жауапкершілігі болмаса лицензиясынан айыру фактілері қаралады. Сонымен қатар есептік кезеңде, яғни бүгінгі күні осы Астана қаласында 3287 заң консультанты тіркелген. Оның есептік кезеңінің барысында, яғни 10 заң консультанты тәртіптік жауапкершілікке тартылған болса, оның ішінде екеуі сөгіс түрінде, үшеуі ескерту, біреуі қатаң сөгіс түрінде, үшеуі яғни ескерту, біреуі палата мүшелігінен шығарылған болатын. Сонымен қатар атап өтетін факт, яғни мемлекет тарапынан, оның ішінде елбасының қолдауымен, яғни бүгінгі күнге актуалдық мәселелердің бірі бұл халық арасында құқықтық сауаттылығын арттыру мәселесі де қаралуда. Сол себептен республика бойынша әр өңірге мемлекет тарапынан қаржыландыру жүргізіледі, яғни осы құқықтық көмек көрсету, яғни тегін заң көмегін көрсету саласы бойынша. Сол себептен 25 жылы осы Астана қаласы бойынша 247 миллион теңге осы тегін заң көмегін көрсету саласы бойынша, яғни мемлекет тарапынан ақша бөлінген болатын. Ол қаржы жетпегендіктен жыл соңына қарай, яғни біз соманы үлкейтіп 247 миллионнан 315 миллионға дейін ұлғайттық. Өйткені бұл тегін заң көмек көрсету барысында, яғни бұл адвокаттар, заң консультанттары тарапынан белгілі өзінің категориясы бар, тегін заң көмегін көрсетуге мұқтаж тұлғалар. Соларға көрсетіледі. Бұл яғни мемлекет тарапынан бағанағы адвокатымыз бар, заң консультанттары бар. Солардың яғни кеткен уақыт шығындарын мемлекет тарапынан өтелу мақсатында жүзеге асырылып отырған шара. Сол себептен 25 жылы мемлекет тарапынан осы тегін заң көмек көрсету саласы бойынша 315 миллион теңге қаржы бөлінген болатын. Сонымен қатар бұл яғни іс-шараға тегін заң көмегін көрсетуге Астана қаласы әділет департаменті яғни 199 адвокатпен және 74 заң консультантымен тегін заң көмегі көрсетіліп отыр. Атқарылған, яғни өткен жылда 25 жылы осы бағдарлама бойынша 16.682 тұлғаға қатысты осы тегін заң көмегі көрсетілді. Сонымен қатар бұл бағыт бойынша осы 26 жылда Әділет министрлігі тарапынан жоспарлар бекітілген. Оның ішінде яғни приоритетный направление дейміз ғой, приоритеттік бағыттарымыздың бірі бұл осы халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында. Сонымен қатар бағанағыдай заң консультанттары бар, адвокаттар бар, нотариаттық бар. Солардың тарапынан яғни орын алатын құқық бұзушылықтардың санын азайту мақсатында биылғы жылға да осы жоспарланған іс-шараларымыз бар. Департаментпен осы құқықтық сауаттылығын арттыру, құқықтық көмек саласы бойынша 25 жылға атқарған жұмысты сіздердің назарларыңызға жеткізім деп ойлаймын. Халық арасында осы бағыттар бойынша сұрақ туындайтын болса, жауап беруге дайынмын. Мазмұнды ақпарат бергеніңіз үшін рахмет. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Дорогие зрители, мы переходим к сессии вопрос-ответы. Және бірінші сұрағымыз, халықтың тегін заң көмегіне қол жеткізуі қалай қамтамасыз етіледі? Яғни Қазақстан Республикасы адвокаттар туралы заңында айқындалғандай, бұл жерде яғни мемлекет тарапынан көзделген тегін заң көмегімен қамтамасыз ету бағанағы айтып кеткендей, бұл жерлерде яғни бұл санатқа кіретін кешенді заң көмегін көрсету, я болмаса бағана кеңес түріндегі екіге бөлінеді. Бұл кеңес беру, бұл өз аты айтып тұрғандай кез келген жүгінген тұлғаға категорияға жатады. Оның категориясын төменде айтып кетемін. Бұл жерде кеңес осы заң тұрғысынан кеңеске жүгінген тұлғаларға қатысты былай айтқанда адвокаттар, заң консультанттары көмек көрсетеді. Ал кешенді болса, бұл жердегі мысалы үшін кез келген орын алған былай айтқанда оспариваемый факт дейді ғой енді.
сол іс-шара басталғаннан аяғына жеткенге дейін, яғни тегін заң көрсетуге міндетті болады. Мысалы үшін адвокат қызметі тұрғысынан мысал келтіретін болсақ, қылмыстық іс қозғалған сәтінен бастап, егер сол категория жататын, яғни тегін заң көмегін көрсету категориясына жататын тұлға болса, қылмыстық іс фактісі қозғалған сәттен бүкіл тергеу амалдары барысында, одан кейін бағанағы бірінші инстанциялық сотта, екінші апелляциялық инстанциялық сотта қаралу барысында бүкіл осы этаптарда, яғни тегін заң көмегін қамтамасыз етіледі. Бұл яғни категория жататын тұлғаларға келетін болсақ, яғни Ұлы Отан соғысына қатысқандар, болмаса оған теңестірілген, сонымен қатар осы басқа да соғыс аумақтарына қатысы бар тұлғаларға қатысты тегін заң көмегі көрсетіледі. Бірінші, екінші категориялық мүгедектерге, сонымен қатар зейнет жасына жеткен тұлғаларға қатысты. Бірақ бұл жерде ескеруге кету керек, зейнет жасына жетіп, бағана коммерциялық даулары бойынша болатын болса, бұл жерде яғни тегін заң көмегі көрсетілмейді. Сонымен қатар көп балалы аналар, прожиточный минимум дейміз ғой, ең төменгі айлық есебінен табысы төмен тұлғалар жатады осы тегін заң көмегін көрсетуге. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрағымыз: нотариустардың қызметінде қандай бұзушылықтар жиі анықталады және оларға қандай шаралар қолданылады? Бүгінгі күні басында енді жұмыс барысында орын алатын олқылықтар нотариус тарапынан да алып отырады. Жиі кездесетіндердің бірі ол, яғни бағанағы нотариальный надпись дейміз ғой, нотариялық надпистер жазулар шығару кезінде бұл жерде яғни территориалдық заң талабы бойынша өз территориясында орын алған даулы мәселелері бойынша ғана нотариялық надпис шығарылады. Бұл жерде яғни астанада фактілер орын алып жатады, дау болмаса бағанағы келіссөз басқа облыста орын алып жатады, бірақ Астана қаласының нотариус шығарып жатады. Ол яғни заңсыз болып табылады, ол заң критерийлеріне көзделген. Сонымен қатар жиі кездесетін фактілердің бірі бүгінгі, яғни көбісі мүмкін ол жағымен білмеуі де мүмкін. Бағанағы айтқандай әкімшілік жауапкершіліктер орын алу 214 бап оның ішінде, яғни бағана қаржы мониторингтеріне 50 миллионнан асқан сомадан асатын келіссөздер бойынша, келісімдер бойынша қаржылы мониторинг ұйымына ақпарат бермеу. Сол фактілер орын алады. Одан кейін, яғни бағанағыдай жақтармен белгілі бір үй алып сату шарттары бойынша кей кезде мысалы үшін әйелдердің рұқсатынсыз, мысалы үшін әйелдердің ерлі зайыптар болатын болса, заң талабы бойынша екі жақ мысалы үшін общий нажитый имущество болғаннан кейін екі жақта қатысуы тиіс ол жерге. Егер меншік иесі күйеу болатын болса, әйелі сол меншікті сатуға рұқсаты беру керек. Бұл жерде де енді формаль деп ойлайды көбісі, әйелдің орнына оны қайтадан жұмылдырмау үшін күйеу формально қол қоя салады, болмаса әйелі жұмыста деп бара алмай қалады, басқа қалада болады. Сондай фактілер орын алып жатады. Бұл жерде де яғни халық назарына жеткізіп кеткен жөн санаймын. Бүгінгі күнге Е-нотариат бағдарламасы бар, ол кәдімгі біздің WhatsApp приложение сияқты жұмыс атқарады. Сол арқылы болмаса кез келген басқа қалада болатын болса, басқа қаладан да кез келген нотариусқа барып, бағанағы келісім шарт барысында сол фактілерді куәландыруға құқығы бар. Ол міндетті түрде бір қалада болып, қол ұстасып, сол бір нотариусқа бару мақсат емес. Бағанағы Е-нотариат жүйесі арқылы да өзінің келісімін беруге құқылы. Сол фактілер орын алып жатады. Одан кейін бағанағыдай кейбір құжаттарды нотариалдық рәсім дейтін кезде, яғни доверенность дейміз ғой. Сондай формалды түрде беріледі. Мысалы үшін өзі доверенность беруші тұлға болмайды да, орнына басқа тұлға қол қою фактілер бар. Бұл жерде де яғни біз жіті бақылауымызға алып отырмыз. Ондай фактілерді жол берген нотариустарға қатысты, былай айтқанда лицензиясының айыру фактілеріне дейін апарамыз. Одан кейін бағана нотариустың орнына көмекшісі кей кезде қол қояды, печаттерін қояды. Ол жерде яғни ол жол берілмейді ондайға. Нотариус тек қана өз атымен өз қолын қойып, печат тек қана өзінің жауапкершілігінде ғана болуы тиіс. Ол фактілер бар. Одан кейін финансовый мониторинг дейміз ғой қазір. МФО финансы несие беретін ұйымдар. Соның атынан да мысалы үшін берешегі бар тұлғаларға қатысты нотариальный надпись шығара береді. Ол жерде де мысалы үшін өзінің шектеуі бар, күндік нормасына қатысты 50, одан асып кетеді. Болмаса бағанағы МФОлардың өзінің лицензия несін ЭЦП ключтарын береді, сол тұлғалар мысалы үшін
нотариустың атынан кей кезде жазбалар шығарады. Ол да заңсыз. Мысалы үшін ол фактілерді бүгінгі күнге мысалы үшін бір нотариустың тарапынан 600 мысалы үшін надпись нотариустың өзімен емес басқа бағана инфоның тұлғалармен шығарылған фактілер анықталып отыр. Ол бойынша да бүгінгі күнге сотқа талап арыз берілді аталған нотариустың лицензиясын айыру бойынша. Сол фактілерге жол бермеуі тиіс. Жауабыңызға рахмет. Және соңғы сұрағымыз, Әділет департаментінің 2025 жылға арналған негізгі нәтижелері қандай негізгі мақсаттарға қол жеткізілді? Осы салаға тоқталғандықтан мен тікелей осы департаменттің 26 жылға жоспарланып отырған іс-шарасы бойынша, осы бағыт бойынша сіздерге баяндайын. Құқықтық қызметті көрсету, оның ішіндегі бағанағыдай елбасымыз айтқандай, халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында біраз жоспарларымыз бар. Биылғы жылға мысалы үшін өткен жылдан жылға мысалы үшін қаржыландыру ұлғаюды. Ол не себепті? Өйткені халық арасынан сұраныс көбеюде. Сол себептен сауаттылығын арттырып, бағанағыдай тегін заң көмегін көбірек, яғни халық арасына паш ету, оны жеткізу, ол бойынша яғни департамент тарапынан үнемі торгово-развлекательный центрлер болады, одан кейін мынау әлеуметтік желілерде үнемі халық назарына жеткізіліп отырады. Осындай тегін заң көмегі мүмкіндігі бар тұлғалар білу үшін. Одан бөлек айтқанда даму әділет департаментінің 24-27 жылдарға арналған даму жоспарына сай, ол мысалы үшін осы халықтың сауаттылығын арттырып, бағанағыдай нотариалдық, адвокаттық, заң консультанттары тарапынан орын алатын құқық бұзушылықтың санын азайту мақсатында жоспарларымыз бар біраз. Жауаптарыңызға рахмет. Құрметті Бақытжан Смайылұлы, уақыт бөліп Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңына келгеніңіз үшін алғысымызды білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.